Так, дауысым естіліп тұр ма менің? Саламатсыздар ма? Қалай жағдайларыңыз? Ассалаумалейкум. Мен негізі қазір баннерларды мені қазір жасап, никогда курс сатқан емеспін. Сол үшін көп нәрсені білмеймін. Бәрі самоучка, енді былай айтқанда, адам желаниясына байланысты ғой бәрі. Сол үшін бір кемшіліктер болса, енді кешіп қойыңыздар, потому что енді бұл тегін сабақ деп, как попало шықты деп айтып жүрмеңіздер да. Енді шыны керек, от души, енді как могла, так и енді стараться етіп жатырмын. Тіл байлығымда мен негізі бір күшті тіл байлығымда жоқ. Ол да менің бір кемшілігім. Орысша ойлағандықтан қазақша сөйлеу маған сәл қиындау. Сондықтан да осылай енді амалдап көрейік, иншаллах. Енді самое главное мен сіздерге қалай бар соны түсіндірем ғой. Сол важный сол нәрсе ғой енді на данный момент. Так. Сондықтан да біраз қазір адам жиналсын. Содан кейін мен уже потихонечку бастай берейін, потому что бұл эфирді көп адамдар сұрап жүр. Осы алдындағы негізі Дәулеттеннен келген кісілердеге де қош келдіңіздер деп тұрмын. Одан кейін көп парақшадан да кеп жатқандар, анаяқтан келдім, мынаяқтан келдім деп жатсыздар. И негізі менің подписчиктердің өздері бір-біріне таратып жатыр. Соны да байқап жатырмын, что адамдар өздерімен өздері подписываться етіп жатыр да қазір. Шындығында келген кезде сонда мен түсініп отырмын да. Так, сол кішкене біраз. Иншаллах енді прямой эфирді сақтауға тырысамын. Ничего не обещаю. Сондықтан да не аламын, мен қазір сіздің комментарийларыңызды көріп отырмын. Біраз адамдар жиналып жатыр. Пока жинала беріңіздер, иншаллах. Жағдайларыңыз жақсы ма, бәрі. Оразаларыңыз қалай өтті, білмеген адамдардан бір сұрайын. Сол енді бұл сабақты так кішкене күтеміз ба, или қалай істейміз? Біраз адам жиналсын, е? Мен негізі бұндай прямой эфирларға өзім шығып тұратын, осы жақын арада бастадым. Айтпесе, прямой эфирға да көп шықпайтынмын мен негізі. Тем более үлкен объемда менде прямой эфирлар болған жоқ. Алдында бір прямой эфир, бірінші поток сабақ болғанда, тегін сабақ болған кезде, ол кезде бірінші потокта мен сөйлей алмай қойдым, честно. Оны мен видеода түсірдім, өзім үйде отырып, білмеймін, 1 сағаттан аса, 1-2 сағат түсіріп, оны кесіп салдым. Ол инстаграмда бар, керек болса любой момент көрсеңіздер болады. Ал оны түсінбеген адамдар мүмкін тағы да басқа жерден тыңдағыңыз келсе, сол жерден де тыңдай бересіз. Ссылкасын оны жаңағыдай сториске салып қояйын мен, соның ссылкасын. Қаласаңыз, егер эфир сақталса, осыны тоже қойып қоясыздар, осы жерден де тыңдай бересіздер да. Тоже көре алмайған кісілер болса, осы жерден көрсе болады. Сондықтан да бұл менің екінші эфирім, бірақ мені осылай сөйлеп жатқаныма енді біріншісі енді первый ком дейді ғой, сол сияқты бірінші рет енді не получился. Сонда да сақтап қойғам мен оны, жаман сөйлесем де, ыңқылдап сөйлесем де, мен ол кезде кішкене растеряться еттім. Оны қазақшасы қалай дейді, сондай бір түрлі не қылдым. И ол нені, как его, эфирді 1-2 күннен кейін өшіріп тастадым. Сондықтан да мынау менің екінші эфирім. Енді бір кемшіліктер болса, кешіріп қоясыздар. Потому что бізде негізі тағы да чат болатын, осының алдында 3 чат құрылды. Сол чатта кейде перепискаларды тыңдайсың, адамдарды әртүрлі болады екен. Әртүрлі адамдар болады екен. То есть, тегін сабақ етілі вовремя жауап бермесен, тегін сабақ болғандықтан деп сөйтіп айтатындар да бар екен. Мейлі енді айтатындар айтсын, өздері біледі. Сізге кеше тіркелдім, Дәулет парақшасына қазір отметить еткен, соны кіріп парақшаңызды қарап шықтым, өте батыл екенсіз қазағым деп, Алла разы болсын сізден дейді. Аллах баршамыздан разы болсын. Негізі
мен, наверное, бастайын ба? Мен онда давайте өз сөзімен түсіндірейін. То есть негізі дайындалдым, қазақша дайындалдым. Дайындалғанда қазақша қазір көп практиковать етіп жүрміз. Негізі орысша ойлағаннан кейін сәл қиындау екен. Бірақ сыртқа шықсаң, уже көп нәрсені бағалайды екенсің. Баяғыда жас болдық, бағалайды екенсің. Негізі сыртқа шықсаң, қазір Түркия қаласында тұрамын. То есть Түркияда тұрамын, Стамбул қаласында тұрамын. И сыртқа шықсан, оказывается, көп нәрсені уже басқа көзбен қарай бастайсың. Негізі Қазақстанда да тұрғанда да сол мінезім, сол Қазақстанда да болған. Түркияға келіп, еще больше ол нәрсе оянды да енді. Сондықтан да уже көп нәрсені басқа көзбен көргендіктен міне алдарыңызда отырмын қазір, міне осылай. Так, орысша просто білмейді. Маған өзім көмекшім қазақ қыз болғаннан кейін, Шолпан деген қыз. Сол қыз келіншек ол кісі. Сол кісі негізі қазақша сөйлегендіктен біз кейде бір-бірімізді түсінбей қаламыз. Бірақ аудиторияңыз бәрі қазақша деп, ол қазақша деп ойлайды, бірақ арамызда русскоязычныйлар да бар, оны мен білем. Потому что орысша жазатындар да бар. Уже Москвадан нелерім бар, подписчиктерім бар. Потом бұдан келетін бір қала бар, Россияда. Содан тұратын бір нелерім бар, уже клиенттерім бар, подписчиктерім бар. Сырттан қарайтын подписчиктерім бар. Түрктердің ішінде де подписчиктерім бар. Енді олар сәл түсінбейді, но бірақ түсінуге тырысады деп ойлаймын мен. Но в основном қазақша, енді аудитория қазақша екенін көріп тұрмын, не? Сондай ма? Кім орысша сөйлейді, кім қазақша сөйлейді? Айтып қойсаңыздар. Так, бастайын ба? Сосын сақтап қойыңыз актуальныйға дейді. Я бастайық. Так, ой, қыздар мияқта бастапты. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим. Бұл ілім бізге бүгін алған бір тәжірибе дейкі. Мен қазір прямой эфирларды сақтап қойын, өшіріп қойын, нелерді. Как? Комментарийларды өшіріп қойын, екі тілде де, қазақша да, орысша да дейді. Все, қазақша қыздар. Ассаляму алейкум, алейкум сәлям, машалла, орысша, қазақша. Енді сіз Қазақстанда тұрсаңыз да, может быть, қасыңызда түсінбеген сөздеріңіз болса, көршілерінде сұрап жатасыз. Маған жазып жүрмеңіз, мынау қалай, мынау негізі қыздарды, походу, орыс тіліне де үйретіп жатқан сияқтымын ғой мен, кейбір қыздарды. Қазақша. Все, давайте, қыздар, мен қазір комментарийді өшірейін, я? Сөйтіп уже сабақты бастайын, чтобы не отвлекало, потому что арамызда неше түрлі адамдар бар, отвлекать ететіндер де бар. Давайте мен қазір өз тілімде, енді қолдан келгенше өз тілімізде сөйлеуге тырысып жатырмыз. Қалсым ханым. Так, все. Выключаю комментарий. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим. Қалай жағдайларыңыз? Осы келіп жатқан ілімімізді Алла тағала бізге берекелді етсін. Бұл не только ілім, бұл менің опытым. То есть мен кішкентай кезімнен өзімді таныстырып кетейін. Мен атым Назира, 37 жасқа толып отырмын, 37-қа толып отырмын. Негізі Тараз қаласының тумасымын. Бұл сабақтарды мен сабақ қып түсіргенім себебі, то, что мен бұны негізі өмірлік тәжірибем, бұл сабақ, сауда деген нәрсе, ол өмірлік тәжірибем десем де болады. Негізі 13 жыл деп жазғанмын. Бірақ есіме түсірсем, уже мен айтқан болатым, бірақ мен кішкентайынан әке-шешемнің қасында базарда болғанбыз. Мен негізі үлкен семьядан шыққан, 9 балалы семьядан шыққан, екінші қызымын да, екінші по счету, вторая по счету в семье дейді ғой, сондай вторая по счету в семьемін да. Сол негізі өте самостоятельный болып өстім. Аллаға мында бір шүкір. И все время жаңағы көкеме көмектесетім, мамамның әпкесіне базарда көмектесетімін. То есть кішкентайымнан саудадамын да, мен тәжірибем бар. Енді мынау елдердің бәрі мұны сұрап жатыр да. Осы Стамбулда айтпақшы, мен 4 бала шағамен тұрамын.
балалардың бәрі медреседе оқиды, Құран хафыздығында оқып жатыр. Бұл жерге негізі бастапқы мақсатым, осы жерге көшіп келу мақсатым не болған? Балаларды оқыту болған. Мен сауда, ештеңкені ойлаған жоқпын, потому что Қазақстандағы үйімді, машинамды саттым, бизнесімді бәрін тастап кеттім. Сөйттім да Түркияға 2 айдың ішінде шешім шығардым. 2 айдың ішінде шешім шығарып, уже үйді сатып, машина сатып, сондай болып келдім да Түркияға. Келген кезде бұл жерде сондай болды, бір тіл білмейтімін. И айтыр Аллахтың қалауымен осы жерде тілді де үйрендік. Содан кейін гид болып жұмыс істеп көрдім. Оның өзінің кемшілігі бар, бізге болмайды екен ол жұмыс. Оны қоя қойдым. Одан кейін Эрсакта жұмыс істедім, текстильде жұмыс істеп көрдім. Осы түріктерге нанимация етілдім, бірақ 1 күн жұмыс істедім. Одан кейін жұмыс істемедім. Содан кейін негізі ақыр аяғында товарларды арасында жіберетінмін, бірақ келе салып, осы жерде тоқтаған жоқпын. Бүкіл уже рынокты келе салып, қалай айтсам, зерттедім да, осы жерге келген кезде неше түрлі райондарға барып, азынан кешке шейін жүріп, кәдімде жұмыс қылып, бәр жерді анықтап жүрдім да. Осы былай қарап отырсам 1 жыл тоқтамай осылай жүргенмін да осы Түркияда. Ол кезде енді жол күреді, арзан болатын. В общем, Түркияда тұрып жатқаныма қазір 2,5 жылдай болып қалды. Міне уже 2 жылдан асып отыр, уже 2,5-ға жақындап келе жатыр. И бұның неге тегін деген сұрақтарды сұрап жатыр. Осы Трендиолды не үшін тегін оқытып жатыр? Кейбір адамдар шынымен ба, өтірік айтпайсыз ба, алдап кетпейсіз ба дегендер бар. Мен алдағанда, мен как будто сіздерге ақша сал десем, мұны былай бірдеңке айтам, сіздер как будто ақшаны сала салатындай. Нет. Ну, или, может быть, сондай бір мотивация беріп қояды деп ойлайды ма, что адам өзі сезбей қалады, ақшаны қалай аударып жібергенін сезбей қалатын адамдар да бар. Сол үшін біз алданып қалдық деп жатқандар да бар. Потому что осы сайт Трендиолды қазір данный момент оқытып жатқандар өте көп, оны өздеріңіз де білесіздер. Негізі Инстаграмға келген, Инстаграмды көріп жүрген адамдар, олар менің ойымша бірдеңке іздеп жүрген адамдар. То есть дополнительный тапқысы келетін адамдар. Онлайн, елдің бәрі онлайн дегеннен кейін, менің ойымша сондай, енді басқалар білмеймін, менің ойымша адамдар бұл жерге бір көмек іздеп келеді, бір информация іздеп келеді. Ал бұл жерде елдің бәрі қазір Трендиол сатып жатыр. Трендиолдың сатып жатқан пакеттері көп, сатып жатқан біреусі перекупщик, біреусі жазады, біреусі бірдеңке істейді, біреусі әшейін оқытады, 3-4 мыңға оқытады, бірақ трек-кодты бермейді, ішінде трек-кодты. Хотя основной ішінде трек-код. Одан кейін елдер бізге жазады, мен оқыдым, осылай деп көп өкпелерін елдер жазып жатыр маған личкаға. Соны оқып, түсініп, соны, оказывается, бұл действительно бір үлкен проблемаға айлағанын көрдім да. Сондықтан да бұл Трендиолды негізі енді мен өзім Түркияда тұрғаннан кейін Трендиолдан заказ бермедім емес, беріп көрдім. Тем более Турцияда тұрғаннан кейін бұл жерде өзінің түріктерге деген и жаңағыдай сырттағы адамдарға негізі бұл сайт тек жаңағыдай түріктерге ғана, түріктерге емес, Түркиядағы тұрып жатқан азаматтарға арналған үлкен маркетплейсинг да, маркетплейс. То есть бұл жерде адамдар не істей алады? Бұл жерде адамдар штучно товарларды заказ қыла алады да, то есть штучно самостоятельно заказ ала алады да. Одан кейін жаңағыдай айтатын болса, жаңағыдай не үшін жаңа сұраққа қайтадан баратын болсақ, не үшін тегін беріп жатыр деген түсінік, не үшін энергияңды кетіріп жатсың, неге осындай болып жатыр дегенге шыны керек Қазақстанды қарап, уже сырттан қарағанда басқа көзбен көріп, осы жердегі тұрып жатқан кісілердің, ұлттардың мінез құлқын, общая характеристика нации деген бар ғой.
соны көріп отырып жүрегім қатты ауырады, қатты уайымдаймын. Қазақ халқым үшін болып жатқан нәрселер маған бәрібір емес. Болып жатқан нәрселер басымызға да тиіп жатыр. Енді шындығында келген кезде ең бірінші бұл жерде ниет Аллахтың разылығы үшін болып тұр. Шыны керек, қалай айтсам, бұл негізі Қазақстанда мен тұрғанымда біз мысалы үшін материалдық зекет беретіміз. Мұсылманның 5 парызы бар. Соның ішінде зекет беру дегенде бар да. Сол біз мысалы үшін зекет беретінбіз, жаңағыдай общий суммадан өз минимальный суммасы, егер сен ақшан болса, сол кезде сен зекет бересің деген нәрсе бар. Мен жыл сайын зекет беретін өзім товарларымнан, бірақ бұл зекет только материалдық болатын, потому что мен сол кезде тек материалдық жұмыстармен айналысатымын. То есть алып сату процесі болатын да менде. И негізі енді садақа деп айтуға скрытный деп біреулер түсінеді. Скрытный садақа, то есть жасырын садақалардың негізі садақа жасырын беріледі. Бірақ именно осы зекет берген кезде адам айтып береді. Бұл мен зекетім деп тұрып айтып, даже беруге, то есть правасы бар да адамның. Ол рұқсат етілген, даже нужно говорить. Сол үшін бұл трендел сабағы сіздерге менің өмірлік, осы өмірлік, қалай айтсам, өмірлік опытым, Алла тағала маған соншама нығмет берді да, альхамдулилля, енді Аллаға шүкір, осы опытпен, осы ілімдер Алла тағала берген, сондай қаншама жағдайлар бар, неше түрлі случайлар болды. Осы жағдай мені тоже қат айтты, адамдармен, осы өмір бақи адамдармен общенияда болдым. Оның ішінде любой нациядағы адамдар, өзбек, түрік, қазақ, орыс, ағылшын, неше түрлі менде клиенттерім, даже Қазақстанда отырсам да бүкіл әлемнен клиенттерім болатын. То есть по всему миру мен солай жұмыс істейтінмін. Енді міне менің жұмысым, бұл жағдай, то есть осы трендел менің жаңағыдай зекетім деп айтсақ та болады. Зекетім осы жақында біз конкурс ойнатқан болатынбыз да. Конкурста біз жаңағыдай сыйлықтарды ойнаттық. Рамазан айында негізі көп садақалар жасалу керек, жақсы амалдар жасалу керек. Содан кейін бос отырмайық деп сондай бір конкурс ұйымдастырдым. Қыздарға Алла разы болсын. Айтыр, қыздар көп дұғаларын айтты. Айтыр, маған самое важно сіздердің маған еткен дұғаларыңыз. Мен де сіздер үшін дұға етемін. Самое важное мен үшін сол да. И қараңыздар, сол конкурста жаңағыдай қаншама адам ұтты, білмеймін, есімде жоқ. Суперпризде болды, но ұтпай қалған адамдар да болды да. То есть ұтпай қалған адамдарға мен өзімнің өмірлік оқыған кітабым бар. Книга торговли деген негізі қасыма қойып алмаппын, но телеграмда, өзіміздің телеграмда оның несі бар, каналы бар. Соның ішінде PDF форматында кітап бар. Сол кітаппен мен өмір бақи практика болды, и сол кітапты сіздерге де сыйладым. Пожалуйста, соны даже өздеріңіз алып қолдана беріңіздер. Егер сіздер адал сауда жасаймын, егер сіздер жаңағындай не болса да жаңағындай Аллахтың разылығын табамын, оның өзінің шарттары бар, сол шарттарын оқимын десең, сол кітапты алып оқығаныңыз бар. Негізі адалдықтың берекесі бар, адалдықтың керемет берекесі бар. Мен шынды керек, мен өзім жалғыз басты әйел осы кітаппен жұмыс істеп жүріп, Аллаға шүкір, үйді де өзім соқтым, үйді де өзім алдым, машиналардың да түр-түрісі болды менде. Аллаға шүкір, 4 баланы да оқыттым. Сөйтіп Түркияға самостоятельно осы жерге де балалардың оқу үшін келдім да. Қазір данный момент байырствомен айналысамын. Оптом товарларды жіберемін. Оптом менің услугаларым, сол оптом товарларды жіберемін.
Одан кейін не істеймін, тігетін киімдер болса, өздеріңіздің модельдеріңіздің тігу процестері де бар. Негізі варианттар менде өте көп, соның қайсын сіздерге ұсынатыным пока что неғып тұр. Но қазір қыздар көбісі Байарсаны үйретші деп сөйтіп сұрап жатыр. Но үйретсем де только адал жолдарын ғана үйретемін, басқа енді үйрету менде жоқ. Сол енді реклама емес бұл. В общем, бастайық да. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Так, смотрите, біздің сабақтар, мына жерге бір баннер жазып қойдым, қателесіп кетпес үшін. Одан кейін мына жаққа жазып қойған екенмін. Негізі осы Құдай қаласа, осы Аллахтың разылығын алып, сіздерге пайдалы болып, осы иншаллах Алла тағала жақсы амалдарды тағы да жасауды нәсіп етсін. Негізі менің ниетім, түпкі бір ниетім, биыл да мен қажылыққа барғым келді, қатты барғым келді. Бірақ как раз бара алмадым. Келесі жыл енді иншаллах өзімде басқа адамдарды жолдама берсем, сондай бір конкурстарды Рамазанда ойнатсам, өзімде қажылықтың есігінен кірсем, басқа кісілер сол қажылыққа барғандарын қалаймын да, енді Алла тағала соған нәсіп етсін деп сондай ниет қылып жатырмын да енді. Так, сосын негізі трендиолды айтатын болсақ, міне, бисмилля. Трендиолды айтатын болсақ, трендиол дегеніміз осы үлкен сайт, түріктер үшін, мен бағана айтқандай, түріктер үшін арналған үлкен маркетплейс. Бұл жерде негізі бұл система, бұл сайт, бұл платформа дейді, бұны әртүрлі деп айтады. Бұл платформа, бұл сайт негізі 2010 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Оның 20 миллионнан астам клиенті бар осы трендиолдың, но бірақ 20 миллион деп қатты құлаққа бетіп естілгенмен, если по меркам Стамбулдың, только бір Стамбулда 25 миллион адам тұрады. Негізі одан да көп адамдарда қазір тұрады, то есть бір Стамбулда. Сол үшін бұл жерде түріктердің бәрі алады деген сөз емес, бүкіл Турция үйден алады деген сөз емес. То есть 20 миллионнан астам где-то клиенттері бар ол кісілердің. Бұл трендиол негізі осы бұның копиясы, тура Алиэкспресс бар ғой, біздегі Алиэкспресс, тура соның копиясы, то есть соның аналогы болып келген, тура соған ұқсайды. Бұл платформада сіздер штучно зат аласыз, самостоятельно өздерін штучно зат аласыздар. То есть қандай зат аласыз? Ішінде киім, балаларға киім, косметика, даже кеше Муазаммен сөйлестім, сол кісі айтты, тоже оны танитын боласыздар. Муазамға айтсам, да, мороженое заказала, дейді, мороженое үйге әкеп берді ғой, дейді, да. То есть трендиол удобен тем, что можно будет мороженое заказывать, одан кейін жаңағындай духи бар ішінде, оның ішінде не бар, мебель бар, витаминдер бар, дәрілер бар, тәспілер, жай намаз, общем, барлық нәрселер бар да, соның ішінде. Текстиль, барлық нәрсені штучно алуға болады. Сол туралы сіздерге, осы жалпы трендиол туралы сіздерге оның мұны қазір плюстарын айтып атырмын да, то есть ол былай удобный. Потом так, давайте мұны мен сіздерге қазір бір баннер көрсетейін. Бір минут. Выбрать другой объект. Так. Мұны қараңыз, бұл жерде өзінің қолданатын программалары бар. Мұны ол ең бірінші, осы трендиол, мұны айтып жатқан сайт, осы трендиол деген сайтты терсеңіз, негізі осы сайт негізі основной. Екінші программа сізге керек болатын, бұл Google переводчик керек болады. Google переводчикті, допустим, уже, то есть бұл түркше сайт болғаннан кейін сіздер тіл білмейсіздер, сізге осы переводчик керек болады. Содан кейін Inexport деген бұл карго бар, то есть бұл приложениені тоже жүктеп аласыздар. И конвертер деген приложение, мына конвертер деген приложение, ол қандай приложение? Ол дегеніміз
мынау ақшаның, то есть, валюта, да, ақша, валюта, қалай десек те, то есть, долларда болатын, теңгеде шаққанда болатын, или так, теңгеде, долларда, лирада, вот осы обычно үш валюта, бізбен Россия болса рубльдарды қарап отырады, өздері әр неше түрлі мемлекеттің тілдері жазылған, тілдерін, валютасын ауыстыруға болады. И получается, осы жерде уже, допустим, $100 деп жазасыз ба, или $1 десеңіз, сізде уже көрінеді. $1 лирамен қанша, теңгемен қанша екенін, то есть жұмыс істейін десеңіз, осы жерден алам десеңіз, сізге в любом случае бұл конвертер керек болады. Мен өзімнің актуальныйымда сол жерде бонус деген жерде нені қойып қойған болатынмын. Ссылкаларды қойып қойдым, то есть андроидқа, iOS-қа, айфондарға, то есть неше түрлі телефондарға ссылка қойып қойдым. Алып, пожалуйста, жүктеп алсаңыз да уже болады. Сосын осы сабақтарда, осы трендиолдың сабақтары бізде қай жерде болады, то есть платформасы қайда болады. Бұның платформасы біздің телеграм чатта, негізі телеграм каналымыз бар. Сол өзімнің телеграмымда ең соңында түссеңіз, сол жерде жаңағында сабақтар бар, канал бар. Сол каналға кірсеңіз, сол каналдан, пожалуйста, кіріп, уже ішінде сабақтардың бәрі тұр. Сабақтар бар. Оның ішінде трендиол, салыстыру, қалай деп жаздым оны мен? Отзывы и салыстыру. Вот отзыв и салыстыру деген тағы да ішінде канал бар. Соның ішінде, то есть оптовый баға болғанда, міне біздің оптовый болғанда қанша тұрады, штучный болғанда трендиолдың бағасын білесіздер. Сонан кейін келіп жатқан, енді қолдан келіп жатқан барлық нәрсені салып жатқан жоқпын. Тек осымен айналысып жатқан жоқпын ғой мен. Сондықтан да қолымнан келгенше трендиолдың ішінде біраз отзывтарды да салдым. Соның ішінен көрсеңіздер болады. Отзыв, там, анау трендиол туралы отзывтарды соның ішінде көрсеңіз болады. То есть баға туралы, сапа туралы отзывты сол жерден көресіздер. Сосын бізде WhatsApp, 4 WhatsApp чатымыз бар. Алдында бірінші поток болғанда бізде 3 WhatsApp чат толып кетті, 3 WhatsApp чат толып кетті. Әлі сұрап жатқандар, әлі сұрап жатыр. То есть әлі біреулер сразу қағып алады, біреулер ұзақ кішкене уақыттар болмайды. Мен де айтып жатырмын, пожалуйста, любой уақытта дегеннен кейін, любой уақытта адамдар кіріп жаңағындай WhatsApp чаттан сұрақтарын қойып жатыр. Бір-бірімен сөйлесіп жатыр, уже кәдімгідей общение болып жатыр. Біреулер бірдеңкесін сатқысы келіп жатыр. Но ондай кісілерді сразу айтам, реклама жасайтындарды, солардың бәрін біз удалить етеміз. Оған рұқсат бізде жоқ. Чатқа реклама жасау, бірдеңке сату, только трендиол туралы әңгіме айтамыз. Басқа, пожалуйста, товар туралы айтасыздар, сол туралы талқыланады. Басқа лишний нәрсе ол жерде сатылмайды да, реклама да жасалмайды. Сосын мен қазір сізге жаңа WhatsApp аштым. Соны, құдай қаласа, ссылкасын сториске, осы сабақ біткеннен кейін сториске қойып қоям. Сол ссылкаға оқимын деген, действительно оқимын деген адамдар кіріп отырсын. Жоқ, алдында уже оқып болған кісілер ішіне кірмей, өзіңіздің чатыңызда қала беріңіздер. Потому что жаңа Шолпан ханым, менің көмекшім, ол кісі егер көретін болса, ол да айтып жатыр, мен ондай кісілерді буду удалять дейді. Просто бір чатқа 200-250 адам сияды, то есть толып кетпесін деген, керек адамдар кіре алмай қалмасын дегенім ғой енді. Сондықтан да шарттар бұны осындай. То есть бұл берілген, сосын айтып кеткен, бұл берілген сабақтар неге телеграмға кіресіздер, сошы сабақтарды көресіздер, оны сатуға, перепродажаға қоюға рұқсат етілмейді, тоже ескерту. Сосын, так, мына осы туралы айтып қойдым да, қазір мен екінші баннерді қосайын. Так, выбрать другой объект. Запрещенные товары. Так, мына жерде
сәл көрінбей қалды. Мен өзім телефоннан алып қарап отырайын да олай. Сайт тренд жолында неше түрлі айттық товарлар бар да. Ішінде жаңағыдай каргодан өтпейтін заттар бар. То есть уже заказ бергеннен кейін в любом случае заттарыңызды каргоға бересіздер. Ол по-любому бірден кету керек қой товарларыңыз. Сондықтан да автокарго болсын, авиа негізі бәрі авиа кетіп жатыр деп сөйтіп естідім. Авто негізі трендола жасамай жатыр. Кеше даже каргоға кірдім. Жаңағы клемдерді заказ беріп жатыр екен. Клемдер негізі олар жаңағыдай бізде автомен 30 килограмм жоғары заттарды, сіздер тоже құлақтарыңызға алтын сырға, негізі мынау 30 килограммнан жоғары заттарды автокаргомен жіберуге болады. Оның жол ұзақтығы где-то 25 күн, енді самый много брай, енді 20 күнде қазір летнее время негізі тезірек кетеді товар. 20-25 күнде, 27 күнде енді көп болса брай товарыңыз кетеді. Қыстың күні брайдан да асып кетеді да негізі автокарго. Ол автокаргоның бағасы, аяқ киімдердің бағасы где-то 3-2, ал ненің текстильдікі где-то 2-8, үлкен объемда тағы да түсіруге болады. Сол сияқты мен кеше көрдім, клемдерді де авиакаргомен кетіп жатыр. То есть клем ол ауыр ғой. Соның өзінде $6 елдер авиакарго кетіп жатыр. Мен ойымды бөліп жібердім. В общем, айтайын деп жатқан ол емес, но бірақ бұл сіздерге на заметку, да? Қараңыз, сайт тренд жолында біз уже айттық, запрещенный заттар бар, да? То есть авиакаргомен кетпейтін запрещенный заттарыңыз бар. Оның ішінде электроника, потом жидкость в любом виде дейді, да? Жидкость деген духи, шампунь, сондай заттар кетпейді. Потом ножи, пышақтар, косметика, чай, дәрі, продукты питания, тамақ продуктылар, термоковрики дейді. Термоковриктің ішінде тоқ қой, олар да өтпейді. Потом сухие бассейны, батарейки, аккумулятор деген заттарыңыз кетпейді. Жаңағыдай косметиканың ішінде кремдерді өтпейді. Негізі Эрсак деген турецкий компанияда менде өзім лидер болғам. Біз негізі каргомен бір бүйтіп жіберетіміз өзі. Но бұл жерде даже бір кісілер айтты, даже бір кісі сұрады менен, пожалуйста, алып кетіңізші, осындай десе, бір массажный крем деп, кейін бағасын көрсем, оказывается, даже чуть дороже, чем фирмадан бағасынан қарасам, қымбат. Соным тоже отзывтың ішінде көрсеңіз болады, сол видеоны түсіріп алған болатымын мен. То есть көп заттар, осы заттар авиамен де, даже $6 берсеңіз де за килограмм, осы заттар авиадан өтпейді. Сол үшін қазір складта, кеше мен бардым, ол видеоны мен сабақтың ішіне салдым. Именно запрещенный заттар дәу мынандай ненің ішінде, ыдыстың ішінде тұр. Ол заттарды сіздер қалай аласыздар, сол сіздерге проблема болады. То есть лишний трата денег, сіз уже ертең оны арғарай жіберем десеңіз, оның өзінің товарды жіберудің өзінің шарты бар. Онымен сіздер қалай айналысасыздар, сол туралы сіздерге айтқым келіп отыр. Так, қазір тағы да бір баннер қояйын. Төлем түрлері деген. Мына, ал бисмилля. Төлемнің мына бұл жерде негізі астында көріп тұрсыздар ғой, мына бір қағазда өдеме деп тұрған картеле, трендел, жүз yüklе ве өде деген екі белгілеп қойған бір қағаз бар ғой. Сол қағазда қарап отырсаңыз, мұны астына тіркеліп қойған, бұл өзінің жаңағыдай төлемнің өзінің бір несі, кошелегі. Сол кошелекта, мысалы үшін сіз өзіңіздің ақшаңызды сол кошелекқа салып қойсаңыз, мысалы үшін қараңыз, егер сіз ол ақшаны сол кошелекқа салып қойсаңыз, онда сізге жаңағындай
сіздер скидка, товар заказ алған сайын, заказ берген сайын, вернее, сізге бонус болады да. Әр төлеген кезде жаңағы общий суммадан 2% сізге плюс болады да. То есть бұл түркиялық азаматтарға негізі істелінген плюсы да, ал қазақстандықтарға қарағанда бұл минус болып кетеді, потому что егер олар ол кісілер мысалы үшін через кошелек істейтін болатын болса, допустим, если через кошелек, ол кісілерге кошелектан ақшаны бет аудару үшін бұл кісілерден андай не сұрайды, турецкий номер сұрайды, то есть код сұрайды, оны кодты сіздер білесіздер. Кодты қазір бәрі сатып жатыр, код алу енді самая проблема, негізі сайт үйрену оп-оңай, даже түркше болса да оп-оңай, бұны даже кішкентай бала да үйреніп алады бұл сайтқа. Просто бұл жерде самое важное трек код алу, сол үшін сіздерге картамен только төлеу болады да. То есть бұл бір плюсы мен минусы болып тұр да. Потом қай банктен төлеуге болады? Любой карточкамен төлей бересіз, даже халық банк карточкамен төлейсіз, только Каспий Голд бұл жерде жүрмейді да. То есть бұл кодты қараңыз, код дедік қой, самое главное осы трек коды, бұны аты трек код, осы смс-пен кететін сол трек код, получается ең арзан дегенде 1000 теңге болып тұрып жатыр. Ең қымбаты 5000 теңге, 1000 теңге мен 5000 теңгенің аралығында қазір сатылып тұрған товардың бірі болып тұрды. Кодтар қазір сатылып жатыр қазір. Бүкіл кому нелейін бәрі сатылып жатыр. Біреулер курстарды мысалы үшін егер 100 000 теңгеге, 150 000 теңгеге сатып жатқан курстарды естідім. Оның ішіне тағы да бір заттарды қосып жатыр, ішіне неше түрлі курстарды да қыстырып жатыр. Каспий, OLX, анау, мынау деген сияқты ішінде уже қымбат пакеттерді істеп қояды. Ол кезде олар трек кодты тегін алып береді, ол жерде олар басқаша қылып жасайды да. Оның жолдары бар, но оның шыны керек, то есть біз істемейміз. Трек кодты олар шындығында келгенде бұлай сатып алады, барып келісім шарт жасайды. Бірақ қанша ақша екенін білмеймін, әркім әрқалай келісіп жатады негізі. Сол үшін сіздерге в любом случае осы трек кодты 1000 теңге, 5000 теңгенің то есть 1000 теңге мен 5000 теңгенің аралығында сатады. И сіздерге сол қиын болады да. И вот смотрите, сонда ең соңында мына жерде қараңыздар, мына ең соңында бұл жерде мына галочка тұр да, галочка тұр, птичка. Соның ең соңында егер сіздер карт или өде десеңіз, обязательно птичкасын басу керек. Одан кейін товарларда, мысалы үшін өзінің, так, мен оны қазір екінші баннерді айтам, е? Мына, ал, бисмилля. Көрінбеген нәрсені телефондан қарай саламын мен. Ничего страшного. Так, бисмилля. Негізі, жаңа товарды отказ бересіздер ғой, бағанағы тема бойынша. Товарды, допустим, сіздер отказ берген кезде, то есть возврат жасаған кезде, сіздің карточкаңызға ақша түспей қалады екен. Негізі көбі түседі деп айтады, мен бірақ өзім білмеймін. Мен сол жағынан кішкене не болып тұр менде, но бірақ не всегда. То есть карточкаға түсетін жағдайларда болады, түспейтін жағдайлар болады. Автоматом ақшаңыз қайда кетеді? Сіздің жаңа кошелегіңізға кетеді. Ертең кошелектан сіз ақшаны егер басқа зат алғыңыз келсе, сізге, допустим, сол затты қашан отказ беруге болады. Пока товарыңыз каргоға кетпей тұрған кезде заказ беруге, то есть отказ егер жаңында возврат жасағыңыз келсе, онда товар каргоға кетпес бұрын сіздерге уже соны ақшаңызды шешіп алу керек та. И ақшаңыз кейде карточкаға түспейді да, сол кошелекқа түседі да. Кошелекқа түскеннен кейін
бұл жерде сіз допустим басқа зат алғыңыз келеді, сол ақшаға сіз өзіңіз басқа зат алуыңыз керексіз да, сол трендиолдан. Сіз уже басқа зат алған кезде, то есть ол жерде тоже код сұрайды деп сөйтіп айтты. Мен қазір қарадым, бәрін сол оказывается код сұрайды екен. Так, сосын сол үшін кішкене неудобный, да, вот сол жағынан кішкене тоже бір минус болып тұр. Тоже бір минус емес, негізі минус бұл. Сосын мұны келесі мұны доставка, да, мына жерде мелкий болып қалды. Қасыма алып алайын. Мұны доставка бұл жерде қараңыздар. Бір магазиннен, мысал үшін 70 лирадан, 73 лирадан жоғары товар алсаңыз, доставкасы каргоға дейін тегін болады. То есть негізі бұл жерде трендиолдың өзінің несі бар. 16 лирадан өзінің доставка құны бар. И әр заттың өзінің минимальный суммасы бар. Ең төмен минимальный сумма қазіргі моментте ол 75 лира болып тұр. Ең арасында бір сондай бір товарлар бар дейді, 50 лира, но мен оны таппадым. Негізі 75 лира ең арзан. Сіздің алған товарыңызға қарай бұл жерде жаңағыдай заттарыңыз, мысал үшін ең минимальный 75 лира болса, кейбір фирмаларда бұл жерде бәрі фирма ғой. То есть менде егер ИП болатын болса, менде өзім любой затты мұны қаласам, мынаны барамда, апарамда, сол жерге сата берем. То есть бұл проблема емес. Бұл жерде бір қатты дамыған, то есть әлемдік Wildberries сияқты бір бұл платформа емес. Wildberriesті қарасаңыз, бұл бүкіл әлемге уже танымал, бүкіл СНГ кетіп жатыр, уже шетелге танымал болып тұр да. И бұл жерде Wildberries'тің, мен айтып кететін жағдай, Wildberries'тің оқуын егер сіздер оқысаңыздар, оны не просто так ашын бит айтып, сөйтіп айтып жатыр да, көбісі жалуются тоже. Wildberries'ті үйретеді. То есть адамдар Wildberries'ті оқыған 5-6 адамнан оқыған кісілер бар. Пока нормальный адам табылғанша қаншама ақша расход болады да. Сол үшін егер арзан курсы, негізі оның өзінің сабақтары бар, оны YouTube'тан да қарасаңыз да болады, арзан сабақтарын да таба аласыздар. Кто ищет, тот всегда найдет дейді, соның арзан емес тегін сабақтары да бар, неше түрлі сабақтарды да көру керек болады. Егер сіз уже конкретно тез үйренем десеңіз, ол кезде ол, допустим, системада сіз ақша табам десеңіз, допустим, Wildberries'те, ол кезде сізге грамотный адам керек, действительно үйрететін, сізді уже действительно, потому что ол жерге товарларды, мен, допустим, бұл жерге, мынау қазіргі сіздерге эфирім, бұл негізі мақсаты сол бәрін түсіндіру да. Мысал үшін ол жерге любой затты қоя салам трендиолға да. Алдында біз даже жаңағындай заказ берген болатымыз да, но заттар не всегда, то есть ол жерде неде трендиолда Wildberries'тікіндей описаниясы жазылмайды. То есть біз заказ берген болатымыз, мен бүкіл описаниясын оқығым келді. То есть мадейн, Түркия мал ненікі екен. То есть конкурс, мен айтып жатырмын, конкурс өткен кезде біз жаңа нені берген болатымыз. Мен ол жерден фонариктерді, светильниктерді заказ бердім, біраз заттарды заказ бердім. Өзімнің лично алған заттарым бар, оның отзывтарын бәрін сіздер отзыв каналынан көре аласыздар. Мен өзімнің личный отзывтарымды. И заттар, то есть бұл жерде бүкіл, не только турецкий заттар бар, бүкіл әлемдік заттар бар. То есть даже китайский заттар бар. Бұл жерге негізі китайский зат кіру қымбатта. Сонда қайта зат Қытайдан Қазақстанға зат кіру арзанда, ал Түркияға кіру қымбат. Сол үшін бұл жерде китайский заттар қымбаттау болып келеді. Сол үшін сіздерге, егер сіздер описаниясын көрмесеңіз, ол заттардың сіз допустим алсаңыз, сізге, то есть жалко ғой, турецкий сайттан барып алсаңыз, ол китайский зат болып шығады. Менде сондай нәрсе болды, но мен уже маған именно қытайский зат болса да, енді біз қолданып жүрген Қазақстанда қазекеңдердің бәрі үйреніп қалған товарлардың бірі. И светильник болғаннан кейін, оны көрсеңіздер болады.
соларды жаңағындай ала салдым мен. Сәл қымбаттау болса да ала салдым. Так осы бұл жерде жаңағыдай Wildberries-тігінде жаңағыдай несі описаниясы жазылмайды екен да. И получается бұл жерде жаңа мен айтып кеткендей әр заттың өзінің доставкасы бар да, доставкасы, то есть әр зат ол жерде, допустим, аяқ киімді көресіз, тағы да бірден келеді, бүйтіп келеді ғой, бүйтіп өзіңіз көресіздер сабақтың ішіне кірген кезде. Оның ішіне кірген кезде мұны даже астында көрсеңіз болады, мұны заттар тұр да, мұны ең астында зрениесі нашар кісілер енді сабақтан көріп аласыздар да. Мысалы үшін мына жерде 50 лирадан, 60 лирадан, 45 лирадан деп тұрған заттар бар. Оны сіздер алсаңыз егер, ол бір фирма болып есептеледі. Бір затыңыз бір фирма. То есть біреусі Назира, біреусі Шолпан, біреусі Қайрат, біреусі Талғат деген сияқты түріктердің аттары, неше түрлі арабтар бар, неше түрлі кісілер ол жерде бар жұмыс істеп жатыр. Просто ИП-сі бар, официально істеп жатқан кісілер өздері ішіне заттарын қойса болады да. И сондықтан да әр жерде бір зат ол жерде әртүрлі бағада тұратын өздеріңізде байқайсыздар. То есть заттар бір қалыпты бір бағада емес, әртүрлі бағада заттар сатылып жатыр. И бұны егер не қылсаңыз, в любом случае карго өзінің 16 лирасын товар ішіне не қылады да, ішіне қосады. 16 лирамыз өзін санап көретін боласыз. Жаңағындай қазір мен сізге айта салайын сразу. Так. 16 лирамыз біздің 460 теңге болады екен. То есть сіз бір зат алсаңыз, сол заттың үстінде 460 лира доставкаға қосылады, понимаете? Егер сіз уже 75 лирадан жоғары зат алсаңыз, онда сізге доставка төлемейсіздер. И бұл ең минимальный 75 лира да. А так кейбір заттарда минималка 500 лира, біреулердікі 1000 лира минимальный алу керек. Уже кейін түсіне бастайсыздар. 16, 100 деген ол қазақтың теңгесі емес, бұл лира болғаннан кейін сөріне бұның кішкене біздің теңгеге қарағанда құны бар. Сол үшін бұны егер теңгеге шақсаңыз, онда сіздің жаңағыдай неңіз кәдімгідей ақша екенін білінеді да. Так, бұны көре салайын тағы да. Қай жерім? Сонда доставкаға, каргоға дейін бесплатно болады, если сіз минимальный алатын болса. Сол үшін сол жағынан қарап көріңіздер, хорошо? Сразу бас алсаңыз, анау жерден расход, мына жерден расход болады сізге. И все равно, потому что сіздерге оны айта салмаймын. Ладно, Түркияның адамдары болса, оларға как-то 16 лира қойшы дей салатындай ақша болса бізде. Ал сіздер үшін, сіздер затқа еще $6 төлейсіз ғой за килограмм. Сондықтан сіздерге сол жағынан қымбаттау болып қалама деп, потому что көп қыздар, кейбір қыздар маған айтты, біз мынандай зат алдық, оказывается қымбат шықты, мынандай қылды деп отзывтарда бар, оны отзывтың ішінде көрсеңіз болады. Так, мынаны біттік, я? Келесі баннерді қояйын. Так, доставка. Так. Мына, бұл негізі, мен жаңа айтқандай, мына, осы светильниктерді біз өткенде сыйлыққа берген болатынбыз да. Осы біреусі проигрыватель, Құран проигрыватель, біреу светильник, тағы да біреусі болған. В общем, 3 светильник болған. Солардың, мысалы үшін, мысалы осы 2 затпен Трендиолдың осы нелердің бәрін негізі сабаққа салатын болса, осы баннерлардың бәрі сабақта тұратын болады. Сіздер ақырындап, кейін тағы да зерттеп оқып көрсеңіздер болады. Просто біреулер на слух неғымайды, допустим, оққанды жақсы көреді, оқса тез қабылдайды. Сол үшін баннерларды сап қоямын, хорошо? Потому что мен де өзім керемет сөйлемеймін, сондықтан сол жерден көрсеңіздер болады. Так, Трендиол, так, мысалы осы 2 затты Трендиолдан алдым. Описаниясында китайский деп жазылмаған да, мен айтқандай затты қолыма алғанда
білдім. То есть уже товар зат үйге келді, үш күн ішінде келді. И бұны мысалы үш светильникті үш адам алып келді. Үш адам келді, соның бәрі оптом бір адам алып келіп берген жоқ. Әр фирма болғаннан кейін үш затты үш рет үйге маған, то есть телефонға звондады, содан кейін үйге прям есігіне алдыңа әкеп береді. Түркияда это тоже большой плюс. Түркияда тура үйге әкеп береді, алдында звондайды, үйдесіз ба, мен келе жатырмын осынша уақыттан кейін деп сұрап алады. Сонымен үйдемін десем, затты мен әкеп беріп жатырмын деп үйге әкеп береді. Так, Трендиолда ИП-сі бар, мына мен жаңа айтқанда, ИП-сі бар кез келген адам товардың салып сата береді дейді. Мысалы үшін Viber сияқты турциялық адамдар да сата береді, то есть ол проблема емес. Так, үстінде жабылып қалғанды бір оқимын. Так. Потом мына өте важный момент, Трендиолда, допустим, оригиналда бренд деген нәрсе қазір мода болды. Ішінде Луи Виттон, ішінде нелер бар. Негізі осы сабақтың ішінде 40 сайт, осы Трендиолдың ішінде 40 сайт бар да, ішінде Waikiki, Adidas, Reebok, English Home, Karaja, неше түрлі фирмалар бар. Соның ішінде көрсеңіздер болады, ішінде подделкасы да болады, оригиналдары да болады. Оригинал сайттардан да қарасаңыз болады. Просто бұл жерде уже баға и то есть скидка жағынан не қылады, и потом затты сіздер кері қайтара алмайсыздар. Сол жағынан сіздерге үлкен плюс, минус да, то что сіздер оны заттарды ертең кері қайтара алмайтыныңызға, потому что ол, допустим, зат 14 күнде, мынаны бітіре салайын, допустим, Viber сияқты заттар сата алады, и бұл жерде получается кез келген түрлі заттар, качестволар, то есть неше түрлі качестводағы заттар сатыла береді. Ішінде бренд дейсіз, анау дейсіз, любой заттар, но иногда бұл жерде тоже отзывтарды көрсеңіздер болады, оның ішінде жазылған көп адамдар, то есть кейбір затқа даже, допустим, біреусі Луи Виттон заказ береді, бірақ оның орнына Луи Виттон емес, Гуччи салып жібереді. То есть негізі само по себе картинка, ол картинка, да, допустим, мен де сіздерге картинка болып тұрмын, көріп жатқан нәрсе оның бәрі тоже картинка. А сапаны біз қалай білеміз, егер ол, допустим, описаниясы болса, если гарантиясы болса, егер ол сіз бері керіп қайтарып жесеңіз, то есть қайтадан возврат жасасаңыз, и негізі качествоны біз только көзбен и қолмен ғана былай қарап көре аламыз да. А так картинкада уже зат келген кезде ғана, қолға ұстаған кезде ғана, сол кезде ғана заттың сапасын көре алатын боламыз да. Так, сосын не айтқым келді? Мынау бренд туралы, бренд бұл жерде кожа, кейде кожалар тоже, кожаный заттар деп не қылады, елді неправильно понимают, кожа емес, или может быть біреулер кожа деп жаза салады, но киген кезде кожа емес, вообще басқа нәрсе келеді, и адамдарда сондай, то есть сондай жағынан, сондай проблемалар да бар осының ішінде. Сол отзывтардан тоже опять-таки заттарды көре алатын болсын. Но бірақ кейде емес, көбінесе сіздер өздеріңіз көріп жатқандай, қыздар қазір курс сатып жатыр, елдер товар заказ беріп жатыр. Заказдардың барлығы жаман деген сөз емес, ішінде жақсы заттар да түсіп қалады, жақсы заттарды да алуға болады, но оның бәрін жаңағыдай, оның бәрін қарау керек, білу керек та. Енді шындығында келген кезде білу керек заттарды. То есть
бұл жерде ценовая политика дейді ғой, сол отзыв и сравнение цен деген сол бағана сол каналдың ішінде мен біраз бағаларды сравнить етіп қойдым. То есть оптом алған кезде қаншаға болады, розница алған кезде де қаншаға болады деген заттар бар. Но плюсы то, что сіздер оны штучно да ала аласыз. Егер посуда дейтін болсаңыз, посудада вообще проблема жоқ. Посуданың негізі, егер жаңағы сіздер көбірек посуда алам десеңіз, допустим, штучно алам десеңіз, бұл жерде, допустим, өзімдегі $500 штучно қып оптовый магазиннен де алуға болады бұл жерде. То есть даже чуть дешевле бағасымен бұл жерде көрген бағаңыздан да чуть дешевле емес, нормально дешевле қылып алып алуға болады. Так, түсінікті, иә? Енді так, прям товар туралы доставка айттық. Мынау баннерді мен көрсетпедім, қазір сіздерге көрсетейін. Так, смотрите. Мына жерде, егер затыңыз, бұл жерде опять-таки вы можете столкнуться проблемой, то есть мынадай проблемаға қалай айтсам, тап бола аласыздар, иә? Мысал үшін бұл жерде мына стрелка, жоғарыда көрсеткен стрелка бар, астына, үстіне да. Астында, мысал үшін, егер сіздің көп адамдардың заты келмей жатыр, қай жерде менің затым, уже бір ай болды күтіп жатқаныма, уже 1,5 ай болды заказ бердім, не болып жатқанын білмеймін, ақша да жоқ, затым да жоқ деп жатқан кісілерді бар, вообще білмейді. Ол кезде олар товар жіберілді, может быть, каргодан проблема кетті ме, білмейді, потому что неше түрлі карголарда бар. Карголарда тоже адам баласы болғаннан кейін негізі человеческий фактор дейді ғой, сондай ұмытылып қалады, шатасып қалады деген нәрселер бар. Сол кезде адамдар білмейді товарлары қайда кетті, сол кезде товар келді ма, складқа келмеді ма, соны білу үшін бұл жерде, мысал үшін, ең астында көрсеткен, бұл жерде хисап деген жерді басады адам. Одан кейін жаңағындай үстінде трендиол ассистент бар дейді. То есть трендиолдың өзінің несі бар, консультант бар да. Трендиолда товар берген кезде осындай проблемалар болады. То есть сізге придется обращаться консультантқа. Оны жолдарын көрсеттім. Оның бәрі сабақта бар. Қыздар Шолпан оны сіздерге үйрететін болады. Сол жерде, мысал үшін, жаңа хисап дегенді басып, жаңағындай ассистентке не аласыз, оны, допустим, кіргізген кезде, допустим, оны кірген кезде, ол жерде уже сұрақтар пайда болады да. Хисабым трендиол ассистент деп кіріп, түрік тілінде уже сөйлесе аласыз, только түрік тілінде, потому что бұлар басқа тілде, тем более турецкий сайтта олар себе никогда орысша, там, ағылшынша сөйлемейді, только түрікше сөйлеседі да. Тіл білмесеңіз, сізге жаңағыдай көрсеткен переводчик бар ғой, сол переводчикпен сізге уже жазып, то есть текст орысша жазасыз, қасында уже тілді ауыстырсаңыз, сол жерде уже не істесеңіз болады, түрікше шығаруға болады. Но бірақ өзімде уже 2,5 жыл болды, точно 100% білем, за это я вам гарантировать, негізі переводчик кейде адамның несін жоғалтып қояды, мағынасын, сөздің мағынасын ауыстырып қояды, сол жағынан сәл проблема болуы мүмкін да. То есть сіздер перепискамен сол кісімен сөйлесетін боласыз да. Товарыңыз, мысал үшін, дұрыс келмеген жағдайда возврат жасауды болады. Сол кезде бүкіл, то есть сіз егер даже, смотрите, егер даже сіз товарыңызды возврат жасағыңыз келсе, допустим, затыңыз көп, қаяққа кетті, консультантқа звондау керек, сіз уақытты жоғалтпамау керексіз, потому что возвратты сіз только 14 күннің ішінде ғана жасай аласыз. То есть сол жағы, егер ол трендиолда жатса, жақсы, егер ол складта жатса, или Алматының складында жатса, енді ол жағынан сіздер білмей отырасыздар да, сол жағы проблемалар болуы мүмкін.
но мүмкін таныстарыңыз болса, түріктер болса, солар мүмкін сөйлесіп бере алады, то есть сөйтіп жазып бере алады да. Так, все, мына келесі баннерге көшейік. Товарлар туралы айттық. Так, ал мына бұл жерде мысал үшін мен сіздерге ұсынған екі карго бар да, екі карго. Бұл біріншісі осы Inex Sport карго да. Бұл жерде местасы жоқ, местаға ақша алмайды ол кісілер. За килограмм $6 алады. Зат только авиамен кетеді, хоть қандай зат болса да, авиамен зат кетіп жатыр. Негізі бұл жерде Inex каргоны негізі бүкіл нәрселердің бәрін сіздерде самое важное, мен сізге екі карго ұсынам, мынау біріншісі да, қазір екіншісін де көрсетсем, самое важное мен сізге айтып кетейін деген бұл трек-код. Трек-кодты алу үшін сіздерге турецкий номер керек та, турецкий номер. Мен сіздерге де тегін алып бере алатын едім, бірақ мен шыны керек қолым тимейді. Сондықтан да мен өзім екі адамды попросить еттім. Біреусі Муазам деген қыз, келіншек, ол Муазам, мен ол жерге бір ер адам, бір әйел адамды қойдым, чтоб егер, если что, біреулерге ыңғайсыз болса, екеуіне де жауап береді, потому что бір адам оны үлгермейді да. Сол үшін мен ол кісілерге попросить еттім, пожалуйста, осы кодты алып берсеңіз адамдарға. Бірақ шындығында келген кезде бұл самый минимальный сумма. Именно Inex каргомен жұмыс істейтін болсаңыз, сіздерге сол Муазам мына жерге жазып қойған турецкий номер и мына Кенже деген жігітке жазасыз, содан кодты 1000 теңгеге алу керек болады да. Содан кейін уже, допустим, именно мына Inex каргомен, қазір екінші жолын айтам, тегін жолы да бар да. Бұл жерде мысалы үшін Inex код деген логистикалық компанияда каргоға тіркеліп жатасыз деген сөз. Inex код арқылы товар сізді іздеп тауып келеді да. Inex карго дұрыс болмаса товар егесін таппай қалады. Сондықтан да мұқият бәрін толтырғанда өзі жаңағыдай мұқият болу керек та. Негізі мынау осы Inex каргоның өзінің адресін именно осыны, қараңыз, түсіндіңіз ғой мені, е? Мына Inex карго арқылы товарыңызды жіберем десеңіз, авиамен килограммы $6 бұл кісілерге жіберем десеңіз, онда осы Муазам мен Кенжеге жазып кодты сұрайсыздар. Сосын кейін жаңағыдай оны Трендиолға кодты тіркейсіздер. Оның жолдарын бәрін сізге жаңа сабақта түсіндіріп береді да. Оны бәрін сабақта уже сұрайсыздар. Так, мына қазір екінші каргоны көрсетейін сізге. Так, мына екінші карго, ол мына осы негізі екі визитканы қойып қойған, мына осы бағанасы Inex карго, мына осы Айзида карго. Негізі бұл жерде мен ничего не ловлю, ештеңке шыны керек, енді бір теңге мен одан пайдам жоқ. Мен уже айтқандай, менің мақсатым басқа да. Сондықтан да жаңағыдай бұл кісілерден өздеріңіз жұмыс істер қаласаңыздар, телефондары бар, пожалуйста, өздеріңіз хабарласып, сол кісілермен уже связьде боласыздар, қайсысын таңдасаңыз өзіңіз білесіз. Осы екі каргомен жұмыс істеуге болады. Мына екінші вариант, бұл кісі тегін вообще ақша алмайды, трек-кодты өзі алып береді. Сол трек-кодты өзіңіз жаңағыдай Трендиолға жазасыз, сол жерде барлық нәрсені, допустим, толтырасыз да. Бұл жерде мына телефон жазған кезде, мына телефоны, мына жерде адресі, бүкіл нәрсенің бәрін жазылған. Бұл жерде код бесплатно мына жазылған, но бұл жерде о кісінің өзінің шарты бар, до 0,5 килограмм, то есть жарты килограммға дейін $4 деп қойды ол кісі, то есть 1 килограммға дейін $7 деп қойды, и выше $7 деп қойған, но
мен алдында айтқанмын, негізі біз каргоны, негізі авиакаргоны $6 жіберіп жатырмыз. Авиакарго $6 кетіп жатыр, местосын төлемейміз. $6. Бұл кісі енді тоже волокита болғаннан кейін, тем более трек-кодты сізге тегін алып береді. Кейбір адамдар сразу уға қоймайды да, кейбір адамдар оны ұзақ бір күн кешін, азынан кешін жазады екен, түсінбейді, ұқпайды да. Сондықтан бұл да энергия, бұл да бір адамның уақыты, ресурс кетеді. Сондықтан да сол кісілер арқылы, егер қаласаңыз, Муазам Кенже арқылы аласыз, или болмаса осы Азида карго арқылы заттарыңызды, то есть осы карго арқылы тіркелсеңіз де болады. Бұл кісі зато кодты бесплатно қылады. Но учтите, бұл жерде килограммы $7. Но ол кісі айтты, егер оптом алатын болса, трендел емес, оптом алатын болса, онда, как и все, $6 мен істеп берем дейді. То есть ол жағынан проблема емес деп жатыр да. То есть зат, егер уже, потому что бұл жерде волокита ғой, ол өзінің тоже несін ар-бер сіздермен отырған возняны, ну как возня дейді, енді орысша айтып жатырмын да. То есть мынаны орысша қалай айтады? То есть осы уақытын кетіріп жатқанына ол кісі $7 деп өзінің шартын қойған болатын. Так. Бәрі түсінікті шығар деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, онда пожалуйста, мынау сабағыңызды маған шыны керек, мынандай болды, андай болды, мынандай болып қалды ма, мындай болып қалды ма деп личкаға вообще сұрамаңыздар. Мен ондай туралы сұрақтарға вообще жауап бермеймін. Потом маған ренжімеңіздер, потому что менің уақытым жоқ. Именно соны істеуге уақытым жоқ. Менде көмекшім бар, сол кісіге жазасыздар. Ол WhatsApp чат болады. WhatsApp чатқа мен сізге қазір сториске қоямын. Так, мен баннерді ауыстырып тастайын қазір. WhatsApp чат болады. WhatsApp чатқа кіресіздер. Егер уже алдында уже сабақ алған кісілер болса, онда сізде уже Шолпан аяқта таниды, уже удалить етіп тастаймын деп жатыр. Соны ескертіп қоя салыңыз деп та. Мақұл дедім, мен просто отырып орын алмасын, потому что то есть орын қалап жүрген кісілерге сол орын қалсын деп жатыр да. Сондықтан да место не занимайте, бір чатқа 200-250 адам сияды. Сондықтан да ішінде удалить етем деп. Негізі Шолпан ханымның өзінің номерін қоямыз деді, но оның мысал үшін 100 адам жазса, әрқайсы оның тоже уақыт, сол үшін кірген адамдар кіреді. Егер алдында сізге кірген болсаңыз, ол сразу уже удалить етем деп ескертіп қойды. Ол жерде бүкіл сұрақтарыңызды бәрін сол жерде сұрасаңыздар болады. Бүкіл сұрақтарыңызды, қандай трендел туралы, мынандай болып жатыр, қалай тіркейміз, қалай қыламыз десе, сіздерге Шолпан ханым бәрін көрсетеді. Но прежде чем сұрақ қоярдың алдында бүкіл сабақты бірнеше рет қайталаңыздар. Пожалуйста, егер бір уақыт таңдаңыздар сабаққа да, егер сізге действительно керек болса, просто оқып алмай, біліп алмай, просто так сұрақты уже адамды тоже бағалай біліңіз да. То есть несін, потому что ол кісі тоже айтты, түнімен отырдым деді. Сол бірінші поток болған кезде түнімен отырдым деді. Елдер бір нәрсені сұрай берді деді. Сондықтан да өте мұқият болыңыздар. Толтырғанда да мұқият болыңыздар. Сабақтарда бүкіл нәрселер жазылған, айтылған, сол жерде түсінбесеңіз бірнеше рет қайталап сабақтарды жақсылап ұғып алыңыздар, хорошо? Потом не... Так, мынау егер... Мынау именно соңғы
баннер туралы айтқым келіп тұр. Инстаграм өзіңіз осы егер мына жаңағыдай какой-то информация трендел туралы, мысалы үшін трендел сабағы болады, трендел туралы бір әңгімелер болады. Енді қазір тренделді то есть үйретіп жатқан нәрсе қазір елдерге ұнатпай жатыр. Допустим, егер бір жаңалықтар трендел туралы жаңалықтар болып жатса, менде бір қосымша бір информация болып жатса трендел туралы, жалпы осы товарлар туралы, онда мен осы страничкаға сториске салатын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Или актуальныйға вопросы деген жерге трендел туралы салатын боламын да. И так. Сол парақшада шапка профиляда ссылка бар. Сразу ссылкаға жаңағындай телеграмда бар. Егер біреуге просто телеграм керек болса, телеграмға кіріп кетесіздер. Жоқ, маған оптом товар керек, мен бизнес жасаймын, мен тоже Wildberries'те сатып көремін, мен сабақ оқығанмын уже, мен действительно уже бәрін білемін. Ертең тоже Wildberries'ті, пожалуйста, Wildberries'ті оқыған кезде тоже мұқият болыңыздар. Именно білетін, именно уже проверенный адамдардан оқыңыз. Арзан-парзан, енді Wildberries үйретем, многообещающий нәрселерге тоже сене бермеңіздер, потому что қазір көп ненужный информациялар бар, то есть недостоверный информациялар бар, просто бер жағын ғана бетіп. Вот біз өзіміз әйел баласы генеральный уборка жасаймыз ғой, сол сияқты генеральный уборка сияқты кәдімгі әктеп, сөктеп, тазалап, сөйтіп үйретпейді, а просто әшейін со стороны бетіп пылесос салады, сондай бір бер жағынан ғана ілім береді, ар жағынан сіздер өздеріңіз қиналып қаласыздар да. Ертең просто адам сондай әрекеттен кейін, наоборот, жұмыс істеймін деген адам, наоборот, потухает дейді, потухает деген сөніп қалады да, сөніп қалады, уже басқа істеуге желаниясы болмалады. Или последний ақшасын, еще хуже, кейбіреулер последний ақшасын рассрочкаға сатып алған кісілерде бар. Одан кейін рассрочкаға 150 мыңның курсын сатып алған кісілердің де сөйлестім. Олар кейін уже менен штучный товарларды, оптом товарларды алып жатыр, потому что толық ана жерде информация жоқ болғандықтан оларда сөніп қалады да. Сондықтан да сол жерде мұқият болыңыздар. Тем более 150 мың теңгені уже Каспи Редпен сатып ай сайын қиналып жатқан, то есть өзіне проблема тауып алады. И ол ертең Wildberries'ке болғаннан кейін, мысалы үшін Wildberries'ді просто так, мен Wildberries'е саламатсыз ба, мен сізбен жұмыс істеймін деп бармайсыз ғой, сіз уже ол жерге товар қоюыңыз керексіз да. Допустим, товар қоясыз. Товар қойған кезде де бұл жерде трендел сияқты любой товарды қоя салмайды, ИП-сі бар. Бұл жерде любой заттың описаниясын жазу керек болады, соның бәрін үйрену керек та. Кейбір товарларды система қабылдамайды да, то есть надо знать, что продавать ол жерде де, то есть сондай жағы да бар. Сондықтан да жаңағы Wildberries'ті өте мұқият болыңыздар, хорошо? Потом не айтайын дедім сіздерге еще. Так. Сол біреулер айтты деп, тоже сен қалмаңыздар, сразу поспешное решение не сделайте. Негізі, вот мен жаңа айтып атқан нәрсем. Сол адамдар, мысалы үшін, товарларды, курсты 150 мыңға алады, рассрочкаға, оған еще товар алып қою керек қой. Ол товарларды қайға қояды, қалай сатады, сол жағынан оған тоже проблема болады. Или егер сіз оны сабақты жөндеп үйреніп алсаңыз, также сіздер, конечно, трендиолдан оптом деген нәрсені сіздер аламайсыздар. В любом случае, трендиол оптовый, ол қымбат. В любом случае, жаңағындай, егер сіздер Wildberries'пен жұмыс істесеңіз, ішінде, допустим, любой заттар бар, оны сіздер Түркиядан алдыртасыз ба, или тағы да Қытайдан алдыртасыз ба, тағы да бір жерден алдыртасыз ба. Но ол жерде уже сіздер оптом алып, сол жерге затыңызды қойсаңыз болады. Сөйтіп ақша табуға болады да. Пожалуйста, вот сол еңбек, действительно еңбек. А не то, чтобы, допустим, мына жерден алып, допустим, менің трендиолым сабақтарымды алып, көшіріп, оны марафон қылып сатып, или біреулерден сабақ алады, марафон деп сатады,
То есть мен сіздерге дейді үйретемін, тегін, сіздерге тегін үйретем деген кісілер де бар, сіздерге тегін үйретемін, бірақ трек-кодты 5000 теңгеге аласыздар дегендерді. Потом 150 000 теңгеге курс алсаңыз, ішінде Wildberries бар, ішінде Каспи Голд бар, ішінде тағы да қандай Каспи Ред бар, анау бар, мынау бар деген жаңағыдай біраз сайттарды көрсетеді, соның поверхностьна үйретеді. То есть сондай вот моменттері бар да. И андай варианттар да бар, то есть неше түрлі пакеттер де бар, то есть егер сіз 150 000 пакетін алсаңыз дейді, егер сіздер 150 000 теңгенің пакетін алсаңыз, или там 99 000 теңгенің пакетін алсаңыз, ішінде мен сіздерге товар салып жіберем дейді. Біреулер айтады, мен ішіне тағы да не дейді, құдайым-ай, мен естігенім қалай еді? Товар салып жіберем дейді. Одан кейін ол ішінде Wildberries үйренесіз, Trendyolды үйренесіздер. Одан кейін самый люкс пакетте мен сіздерге марафон жасауды үйретем дейді. То есть сіздер алған біліміңізді сіз марафон қылып сатып бере аласыз дейді. Марафон қылып сатып береді, адамдар алады, действительно 100 000-ға барады, сатып алады курсты. Сөйтеді дағыны, сол курсы 100 000-ға или 150 000-ға сатып алады, соны ішінде марафон деген курсы болады. Марафон қылып сатады, ақшасын шығарып алады. И сөйтіп, короче, бір-бірін осылай шыны керек. И елдер, кто страдает? Простой народ страдает деген нәрселер бар. Потому что простой народ, как всегда, простой народ страдает қой енді. Жай қазақша айтқанда, жай қарапайым халық содан зардап шегеді. То есть заттары дұрыс келмей жатады. Кейбіреулер маған айтады, ойбай, трек-код жоқ. Олар әшейін марафон өткізеді, бірдеңкелерді үйретеді, или курстарды сатады, ішінде трек-кодтар болмайды. И айтыр, неше түрлі методтар бар. И арада адамдар, мысалы үшін, 1,5 ай болды, менің подставкам жоқ деп жазған кісі бар. Подставка, железный подставканың 2 штугы бар деді ма, 2 штук деді ма, или 2 предметпен неғылған, кәдімгідей железный нем, значит, бұл арзан зат емес. Сол жерден алып, подставкасын жоғалтып, кімге айтарын, не істерін білмейді, жан-жаққа қарай неғылып, біз бүгін оған айттық та, қалай істеу керек екенін айттық. Бүкіл бірақ информацияны айтып жатырмын, личкаға жазбайсыздар, WhatsApp-қа маған шықпаңыздар. Науқалы бәрін Шолпан ханымға шығып, Шолпан ханымнан сұрайсыздар. Хорошо, маған Trendyol туралы сразу айтсаңыз, мен жауап бермеймін, потому что менде закуптар бар, мен постоянно өзімнің постоянно товарлар, оптовый точкаларда жүремін. Постоянно фабрика, заводтарда жүремін. Постоянно я в разъездах, үйде отырмаймын. Азанда кетсем, кешке қарай кетем. Все время жолда мына 2 телефоным бар. Біріншісі сіз көріп атқан, екіншісі мына менің телефоным. Мына жерде, то есть 2 телефонмен де жұмыс істеймін. Менде вообще қолым тимейді, хотя көмекшілерім бар. Соның өзінде мына жерге даже мен актуальныйға саламаймын, кейде саламын, потому что қолым тимейді. Но Құдай қаласа, иншаллах, бір Алла тағала бір хайырлысын берсін, жақсы жаңалықтарды күтемін. Қазір Түркияға біздің президент Тоқаев келген екен визитпен. Назарбаевтың ең мықты маркалық Назарбаев ұшып жүрген самолетті қазір Тоқаев ұшып келді осы жерге. Қазір переговорлар жүріп жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір, қуанудамын. Айтыр Қазақстан жұмыс, то есть Тоқаев қазір жұмыс істеп жатыр. Көріп жатырмын, прям душа радуется, айтыр қуанамын, дұға етемін, күніге жылаймын. Шындығында келген кезде қатты переживание бар. Потом қазіргі осы январьский событияда, осы январь күні митинг болған кезде қазір қамалып жатқан кісілер бар. Мысалы үшін олар ни за что сотталып жатыр кісілер.
ол жерде не болып жатқан нәрсені, то есть көп страшный несправедливость, то есть әділетсіздік ол жерде болып жатыр. Бірақ Тоқаевқа ол кетпей жатыр да, ол информация Тоқаевқа кетпей жатыр. Сондықтан да жаңағыдай мен сол кісілер үшін де уайымдаймын. Просто так елдер сотталып кетіп жатыр. Үлкен кісілер сотталып жатыр. Менің жерім, елім, халқым деп әшейін барып өзінің кеңесін, ақылын барып айтқан кісілер, просто оқ тиген кісілерді сотталып, ол жерде даже қараусыз қалып жатқан кісілер де бар. Шыны керек сол кісілерге уайымдап, шыны керек Аллахтан бір көмек сұрап, қазір сіздерде көмекке сондай бір хадис бар. Егер де сен бір мұсылманға көмегін тисе дейді, егер сен, если орысшасын айтайын алғаш кезде, если бір хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, бір мұсылманға бір қажетін орындаса, Алла тағала оның қажетін орындайды дейді да. Сол сияқты шыны керек мен сіздерге осы сабақты енді шыны керек өзім үшін де, қиналып жатқан кісілер үшін де дұға қылып, оларға да жәрдем болсын деп сіздерге де жәрдем еткім келіп жатқан себебі осы. Не болса да ашық айтып жатырмын. Егер бір жаңалықтар болып жатса трендол туралы, мен сіздерге стористе айтатын боламын. Пожалуйста, қараңыздар. Оптовый заттар керек болса, пожалуйста, менің шапка профилімде Назира оптом, Стамбул оптом Назира деген парақшама кіріп, пожалуйста, сол жерде жаңағыдай оптом туралы заттарды көрсеңіз болады. Ол жерде де біраз информация бар. Мына жерде де біраз информация бар. Но бұл страничканы мен негізі товарға особо салып жатқан жоқпын. Актуальный да біраз информация бар. И астыңғы жағында тоже біраз информация бар. Мынау карго жөнінде, минимальный сумма жөнінде, жалпы алтын туралы, сондай туралы айтқан болатын. Соны істесеңіз болады. Но бірақ мен сіздерге конкретно от души айтамын да, істей алмаймын деген адам істей алмайтын нәрсе жоқ. Оған бір мотивация, оған бір нәрсе керек жоқ деп ойлаймын. Оны мысалы үшін шындығында келген кезде адамның қолынан бәрі келеді. Мысалы үшін өзімде де баяғыда стройкада болған кезде де неше түрлі жағдай болды. Мен әйел баласы деп, мысалы үшін ер адамдарды кейбіреулер как попало істеп кетеді, а мен енді разбираюсь уже. Сол кезде мен айтамын, вот это что такое деймін, мынаны давай переделывать еттім да мен. Енді мен жақсы дейсіздер, менде мінезім бар енді осындай конкретно, четко, былай дипломированный, давай переделывать істесем, как положено істегім келеді. Сол кезде көбісі айтады, мен істей алмаймын дейді да, допустим, мен істей алмаймын, мына не получится. Мен айтамын, адам 99 этаж соққан адам, қалай сіз істей алмайсыз, давайте переделывать етсіз. Ол сияқты сіздерде любой нәрсені істей аласыз. Самое главное, сізге шешім қабылдау білу керек. Егер сіздер менен көп сұрап жатқан қандай заттар өтіп жатыр, ол туралы мен жазған болатын пост, оны мен тоже қойып қояйын. 5 зат, то есть ең проходимый товарлар, оптом кететін проходимый товарларда, сол туралы мен жазған болатын. Мен ешкімге мынаны сат деп ешкімге кеңес бермеймін. Егер сіздер үйіңізге зат алыңыз келсе, онда трендолдан штучно ала аласыздар да. Посуданы егер көп алам десеңіз, онда или біреумен қосылып алам десеңіз, жаңа $500 штучно алып беруге болады сіздерге. Или болмаса жаңағындай, потому что ол жерде именно посудада ер адамдар жүреді в основном, ол жерде өзінің шарттары бар да. Так, все, давайте комментарий қосып қояйын. Именно трендолда мен что-то как будто реклама болып кетті, что-то ұялып та кеттім. Аллах сақтасын. Так, включить комментарий. Давайте мана. Ал сұрақтарыңыз болса, сұрай берсеңіздер болады. Бисмилля. Егер бір айтып жатырмын, бір кемшіліктерім болса, мен сөйлей алмай қалған жерлерім болса, кішкене языковой барьер бар менде, сондықтан да енді мені кешіріп қойыңыздар, хорошо? Сол, мен негізі жалпы мақсатым сол адамдар
болмайды. Просто мен құдай қаласа осы суббота, воскресенье, выходнойда бір видео түсірем деп тұрмын. Ол жерде откровениямды айтқым келіп тұр. Сіздерге айтатын сөзім бар. Сіздерге емес, бүкіл қазаққа арнағым келеді, бүкіл мұсылмандарға арнап бір видео шығарғым келеді. Сол видеоны сіздерге айтамын. Просто адамдар негізі, любой адамдар өзінен бастау керек. То есть анау жаман, мынау жаман, өкімет жаман, медицина жаман. Мысалы үшін бізде қарап жатсаң, Қазақстанда дәрі сатады, маска сатады, алдап сатады, өтірік айтады, курсты сатып жатыр, любой нәрсе, информация, бәрі ақша, любой нәрсе тегін деген. Енді шынымен баяғы заман өтіп кеткен да, енді қарасаң адамдар вообще басқа болып кеткен да. И адамдар не болса да бәрінен ақша жасап қалу керек. Бірақ біздің ата-бабаларымызды көретін болсақ, қазақ ата-бабаларымыз никогда информацияны ақшаға сатпаған, оны жаңағыдай тегін берген болатын да. Мейлі егер сіздер действительно мейлі минимально жасаса да болады. Өткенде бір кісілер ұнады, ең бастапқы кезде бір кісілер, мен көрген жоқпын ол кісілерді, но бірақ естідім сондай кісілер. Бір кісілер трендиол сабағын жасаған екен. Осы алғашқы кезде ең арзан бағаға, білмеймін, 5000 теңгеден ба сондай сатты олар. Но бірақ ішінде бүкіл информацияны берген, бүкіл нәрсені тоже Аллахтың разылығы үшін деп, потому что ол кісілер сабақты жазды, олар кәдімгідей үлкен объеммен істеді сол нәрсені. Сол кісілерден кейін уже бәрі начали копировать, уже сол нәрсені істеп бастады. То есть сол жағынан енді проблемалар болды. Но жалпы трендиолды ютубта кейбір кісілер жазып жатыр. Мен ютубтан трендиол сабағын тегін алдым дегендер. То есть ютубта қарасаңыз трендиолдың тегін сабақтары да бар. Пожалуйста, сол жерден де көрсеңіздер болады. Может быть, ол жерде еще лучше сіздерге түсіндіріп беретін шығар маған қарағанда. Одан кейін кейбір кісілер трек-кодты сату үшін қай жерде бір телеграм каналда көрдім, ашық тұрған телеграм, сол жерде де көрдім, по-моему, мен қателеспесем, сол жерде де көрдім. Пожалуйста, трендиол сабағын қараңыздар, но кодты біз 3000 теңгеден сатамыз деп қойғандар да бар. То есть неше түрлі варианттарды қазір ұсынып жатыр. То есть бұл жерде әркімнің ниеті қандай екенін белгісіз, кім қандай ниетпен жасап жатыр. Но бастапқысы бір-бірімізге жанымыз ашырса екен деп ойлаймын. Бір-бірімізге все равно бір-біріне көп көмек беру керек деп ойлаймын. Ладно, любой нәрсені, егер ладно офлайн болып жатса, ладно қыздар мысалы үшін неше түрлі жағдай болады. Мысалы үшін курстында жақсы курстары бар ғой. Мысалы үшін неше мобилография деген, допустим, курс маған өте ұнайды. Одан кейін турецкий тіл курс, ол керек тіл, допустим. Одан кейін английский тіл деген сондай тілдердің курстары бар, олардың бәрі керек. SMM курс, мейлі SMM-дер даже керек, потому что ол қазір инстаграмный век, қазір керек. Инстаграмды үйреніп алсаңыз да SMM-нен болады. Но уже трендиолды сатқан, енді қымбат бағаға сатқан, оның ішіндегі кемшіліктерін айтпаған, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол деген қалай айтсам, ну это сверх наглость дейді ғой. Бұл деген уже ұят нәрсе. Вот шынның керек ұят нәрсе. Вот ұят басқа дейміз, именно қымбат баға сатқан. Ол ладно, егер осы мен сияқты, мысалы үшін өздеріңіз просто өзіңізге бір сұрақ қойыңыздаршы. Егер мен сізге осындай сабақтар жүргізсе, мен сияқты кемшілік нәрсе, сол сабақты сіздер алар ме едіңіз? Тем более 150 мыңға или 100 мыңға сондай сіздер сабақты сондай бағаға еще рассрочкаға алар ме едіңіз? Соған сол сұраққа егер сіздер жауабыңыз, әр адамда өзінің жауабы бар, сондықтан да сол жауабыңызға қарай өзіңіз шешім қабылдайсыздар. Әр адам өзі шешімді қабылдап беру керек. Но мен өзім ойлаймын, почему бы нет, трендиолдан да алып көрсеңіз де болады, почему бы нет, штучно алуға болады.
ол жерде де жақсы заттар жоқ емес, бар. Можно пробовать етуге де болады, но учитывайте, әр затыңызға 6 килограмм или 7 килограмм қосылады. Сол жағынан сізге учитывать ету керек. Так, тіркелгенде номер. Так, мына жерде неше түрлі сұрақтар болған, тіркелу жағынан сұрақтар болса, уже қазір сразу чатқа жазасыздар, хорошо? Оразада тегін сабаққа қатысқан едім, мінекей, альхамдулилля, жаңа кіріп едім дейді. Эфирді, наверное, сақтаймын, Құдай қаласа, иншаллах, или каждый раз алып отырамыз ба дейді. Каждый раз алып отыратын жолдарында айттым. Пожалуйста, егер тыңдамаған болсаңыз, бұл эфирді аяғына шейін тыңдап көрсеңіз болады. Сол жерде біраз информация бердім. Уалейкум сәлям, рахматулла баракатуху. Иншаллах сақтаймын, потому что сіздерге сол керек. WhatsApp киімге шығамыз, қайталап айтасыз ба? WhatsApp қайталап мен айтпай қоян, қайтадан тыңдап көріңіз, мен потому что сіздің сұрағыңызды түсінбей отырмын. Тренделді эксперт бола ма дейді. Я эксперт болады, ол WhatsApp чаттың ішінде, сол жерге бүкіл сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ол қазір бәрін сториске қойып қоямын, ссылкаларды соған кіріп, сразу тіркеліп алыңыздар. Көріп үлгерей қал, так, Назира ханым, көп Алла разы болсын, Аллах баршамызға разы болсын. Маған түсінікті болды дейді. Алған білімізді қайырлы берекелі етсін. Амин. Ой, қалай код аламыз? Барлығын айттым. Тіркелгеннен кейін заказ өткенде төлене ме код? Бір рет қана аламыз. Инстаграм парақшамдағы шапка профильде сілтеме. Я мұны Инстаграм парақшамда шапка профиляда бар, сол профиляға кірсеңіз, сол жерде жаңағындай телеграм канал бар. Телеграм каналға осы сабақтардың бәрі тұр. Сол телеграм каналға кіріп көрсеңіз болады. Сізге чат керек болса, мен ссылканы қойып қоямын сториске, сол жерге кірсеңіз болады. А так сабақтардың бәрі уже дайын форматында, отзывтар, бағалардың сравнениесі не дейді, салыстыру сабақтары бәрі, то есть салыстыру видеолары, суреттерін бәрін мен неге салған болатымын. Отзывы и сравнение деген жаңа каналға салатын болады. Ол трендиол сабақтың ішінде, соны тапсаңыздар болады. Кішкене шұқлап көріңіздер, хорошо? Сәл сабыр сақтап, иншаллах. 27 апреля заказым каргоға берілді. Так, осы уақытта болады. Сұрақтарыңыз бәрін чатқа қойыңыздар. Сол код трендиол енді бізге тиімді ме, кеш келген едім. Бәрін сұрап қойыңыздар. Құдатқа турецкий номер. Мен ғой ютубтан алдым. Мұны Жанат ханым, мына жерде Алика Жанат ханым. Вот мен ютубтан алдым дейді, инфоны дейді. Сол, пожалуйста, мұны тоже сізге живой отзыв, ол кісі, пожалуйста, сол жерде тегін сабақтар болады. Айтып отырмын, егер мүмкін ол кісілер мен енді жақсы сіздерге түсіндіріп беретін болса, может быть, орысша бар. Сол, пожалуйста, қазақша түсінбеген кісілер болса, сол жерден орысша сабағын тыңдап көрсеңіздер болады. YouTube сабақта қайта қарау керек дейді. Қайта қарасаңыз, любой жерде жаңағыдай қайта қараған дұрыс. Көзде үйренеді, өзіңізге де қайта оққан нәрсе бекітіледі да. Қыздар WhatsApp группада ссылкасын береміз деді ғой. Так, YouTube сабақтар бар. Так. Стамбулда подписчиктерлеріңізбен кездесу бола ма дейді. Сол мен өткенде Рамазан айында ауызашарға негізі кездесу жасағым келді. Кездесу болған кезде жаңды именно оразаға теңіздің қасында шөпке пикник жасасақ деп ойладым. Что-то адамдар жиналмады, содан кейін бармадым. Атақ сол үшін бұл жерде ауызашарды плов бастыртып солай жасадық. Енді бұл жерде түріктер үйге келмейді, айттап келмейді, олардың бәрі айтта қыдырып кетеді да, сондықтан да айттайтын ешкім жоқ. Тамақты кімге бересін білмейсің, қазақтардың бәрін жинаған, олар апыр-топыр жиналғанша
Сол үшін қазанға палау жасап солай ауызашар берген болатынбыз. Так, сәлеметсіз бе? Сабағын сақталама, Play Market скачать етіп алдыңыз. Эльмира деген шек сатып жатыр. Сатып жатқандар сатып жатыр. Не істейміз енді? Я сатып жатыр. Кім, қандай? Әртүрлі. Алсат компания сенімді ме дейді. Алсат компания именно көрсетіңізші маған данныйларын мен көрейінші. Маған данныйларын Дарикке жіберсеңіз мен көрейін соны. Так, егер бәрі түсінікті болса, барлық вроде түсінікті, бәрі түсінген сияқты, Алла тағала сіздерге берекесін берсін, ілімдеріңіздің. Алла тағала үйлеріңізге береке берсін, бала шағаларыңызға денсаулық берсін, өздеріңізге де денсаулық берсін. Алған ілімдеріңіздің берекесін көріңіздер. Так, Wildberries үйретесіздер ме дейді. Мен шыны керек Wildberries'тің өзім конкретный спец емеспін. Шындығында келген кезде оның сабағын алып, тоже бір кісі айтты, мен үйретіп бере алам. Точно ол кісі уже, сол кісі 6 жерден сабақ алған, то есть 6 жерден курстарды сатып алған, потому что бәрі өтір курс бергеннен кейін мен бір жерден қазір үйрендім, мен қазір сол жерде жұмыс істеп жатырмын деді. Сол кісі айтқан, егер қаласаң, давайте осылай екеуміз анау-мынау, мен шыны керек, может оны істемей қояйын ба деп те ойладым. Может қыста қол тигенде. Потому что менде қазір өзімде предложениялар көп, мен қазір өзім точносын білмей жатырмын да. То есть, может быть, мен қазір байырда болмайтын шығарым, потому что менде одан да Аллаға мында бір шүкір жақсы предложениялар келіп жатыр. Соған мен қазір данный момент ойланып жатырмын да. Қабыл болсын, сүннет оразалар күні сізді ауызашарға шақырса бола ма дейді. Сүннет оразала күні сізді ауызашарға. Енді сіз смотря қандай, мен обещать етпеймін, үйлеріңізге бара алам деп обещать етпеймін, потому что постоянно қолым тимейді. Егер сол райондарыңыз жақын болса, онда көреміз, потому что обещать еткен нәрсе ол уже бару керек та. Сүннет оразалар понедельник, вторник енді. Қазіргі 6 күн мен негізі ауырдым. Бүгін де ауырып жатырмын, қазір ораза ұстап жатқан жоқпын. Сондықтан да ауырғанда жақсы ғой, негізі ауырған ол адамның очищениесі да. Сол үшін мен дәрі ішіп жатқан жоқпын, өзімнің ішетін шөптерім бар, соларды ішіп жатырмын әйтеуір. Сол шөптермен емделіп жатырмын. Дәрі, антибиотики мен балаларыма да бермеймін, өзім де бермеймін. Пока что ауырып жатырмын. Ауырып жатқан жоқ, ауырып жүрмін. Так, я тегін тіркелуге болады, бұл жерде проблема карго код қана. Вот, уже қыздардың мына жерде опытный, анау қалай айтсам, адам егер өзімде сондай случай болды, мен жаңағыдай балам ауырған кезде, біраз ауырған кезде, сол кезде неше түрлі дәрілерді ішті, неше түрлі сондай моменттер болған кезде уже өзің врач боласың, уже антибиотиктерді білесің, қалай не істейтін, уже тромбоциды, гемоглобин, лейкоциды, ол ішіндегі составын бәрін не үшін, почему, густая, жидкая, соның бәрін уже қаннан біліп отырасың да. Біле-біле сөйлей-сөйлей шешең боласың, біле-біле ақылды боласың деген сияқты өтіріктен нені шығара салдым да мақалды. Но сіз менің самый главный жаңағыдай мыслімді, айтқан нәрсемді түсінді деп ойлаймын да. Қайта-қайта трендиол деп жатқан кісілер уже бәрін біліп жатыр. Трендиол туралы бүкіл нәрсені біліп жатыр. Все, давайте, қыздар, онда иншаллах, давайте уже бәрі түсінген сияқты. Мына жерде уже қайта-қайта амин, Алла разы болсын. Уже қайта-қайта сол бір сұрақтардың бәрі қайталанып жатыр. Айтып жатырмын, еще раз қайталайын сіздерге. Маған личкама трендиол туралы ешқандай сурет, ештеңке жібермей қойыңыздар. Бүкіл информацияны WhatsApp чаттан аласыздар. Телеграм каналға кіріңіздер. Сол жерде Телеграм каналында кім отырады,
Шолпан ханым отырады. Керек болса, егер даже қазір керек болса, сіздерді WhatsApp чатқа кіргізіп, может быть, сразу Telegram чатқа қосып жіберетін шығар, Telegram каналға қосып жіберетін шығар, білмеймін. Но бірақ қазір көреміз, самое главное, уже Telegram чат уже алдында оқыған қыздар болса, оған кірмей ақ қойыңыздар, хорошо? Так, давайте мен эфир сақтайын, давайте мен шығайын, хорошо? Давайте, иншаллах, вроде бәрі түсінікті. Мен эфирді сақтап қояйын. Жақсы, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Болды ғой, я? Бисмилля.